Қазақтар бәрібір өліп бітуге тиіс. Күшімізді осыған жұмсауымыз керек дейді. Ашаршылықтың шығу себебі Ресей қуатты мемлекетке айналу үшін қазақтың бар малы мен астығын тартып алды. Бұл қазақ ұлтын жоюға бағытталған жоспарлы саясат болады. 37 жылы Куйбышевтің қолы қойылған қаулы шыққан. Bir құс немесе балық ұстаған қазақтарды 8 жылға шейін соттау керек. Бұл ұлтты жоюмен емейді. Дәл сол кезде Қазақстанға 2 миллиондай орыс қоныстанды. Мәскеу қаулы шығарады. Ол орыстарды үй жайымен, ең маңыздысы 3 мезгіл ішетін тамағымен қамтамасыз ету керек деген қаулы шығарды. Қазақтар бір үзім нанға зар болып сол кезде бірін етін бір жеп аттан естерінен ауысып. Сол Черненко 30 жылдары Жаркентте 1000-дай қазақты, оның ішінде кішкене балалар бар, көпшілігінің басын кесіп тастаған. Оны маған Қазақфильм кіргіздірмей қойды. Bir сиырың болса, екі сиырды өткіз дейді. Әдейі сен өткізе алмайтын салық салады. Салық төлей алмаған қазақтардың аузына керосин құйып өртеген. Документ тұр, ФСБ-ның архивінен алған. Мен алған құжатты бір тарихшы көрген жоқ, мен айтайын. Алматының несіне көрмеген бұлар біздің тарихшылар. Бәрінің артында біздің қайраткерлер тұрған. Ол жайлы біздің тарихшылар жазбайды. Неге жазбайды? Бәріміз Өсек-Аян таратып, мына орыстың жазып берген тарихын әлі де айтып жүрміз. 2,5 миллион қазақтар өлген деп орыстар өздері мойындап отыр. Ақты ақ, қараны қара деп айту керек. Слабсипа болды, орыстың көңіліне қарасаң, сонымен өтірік тарих болып қайтадан шығады. Бұл жерде жорстко айту керек. Орыстардың орнына қою керек, қорқатын түгі жоқ. Путин өздерінің бұрынғы кеңес өкіметінің басшылары жасаған қылмысы мен қазаққа жасаған қиянат үшін кешірім сұрау керек халықтан. Еврейлер сол өздерінің Холокостын бүкіл әлемдік трагедияға айналдырып жіберді ғой. Соның арқасында бұлар қанша миллиардтаған доллар алды немістерден. Алды да отыр әлі, ол қашан бітетінін бір құдай біледі. Ал біз, орыстар сендер мына қазақтарды қырыпсыңдар, жазықсыз қазақтарды деп айтуға қорқамыз. Жалтақтаймыз әлі де. Сталин үшін халық бір шығын сияқты болған ғой. Ворошиловтың 34 жылғы съезде сөйлеген сөз бар, киномда тұр. Біз аштықты әдейі жасадық. Себебі халықты азайту керек болды, осы даланы иемдену керек болды. Тек бізге мал бағатын қара жұмысшылар ғана қалу керек болды, аздаған керек. Ворошиловтың сөзі бар. Қазақтарға айтады, ананы сатты, мынаны сатты деп айтудан бұрын сол 37 жылы қаулы шыққан. 52 түрлі азаптап қинаудың әдісін заңмен бекітіп, соны қолданған қайраткерлерге. Мен 5-6 ауылдан ойлап таптым. Олар 52 түрлі әдіспен қинаған. Диванда жатып алып, батыр болып ананы сатқан, мынаны сатқан деп айтудан бұрын сен көз алдыңа елестетіп көрші. 52 түрлі әдіспен сені қинаудың түрін. 17 жасар баласын әкеліп, көзінше тырнақтарының астында ине тыққан. Осыны көріп тұрған әкесі қалай қол қоймайды. Оның бәрін көбісі біле бермейді. Сол үшін ғой мына диван батырлар жатып алады да, ойбай ана, ойбай. Барып архивке хотя бы бір ай отырсаңдаршы. Мына біздің тарихшылар Өсек-Аянға сенеді, үнекей орыстардың алып қашпа әңгімелеріне сенеді, сөйтеді де Сәкен Сейфуллинді анау Магаданнан іздеп жүр. Біз құлап келе жатырмыз. Төмен жағы қанша екені әлі белгісіз. Бірінші думаның депутаты Марков деген соның думадағы айтылған сөзі бар. Ол қазақтар кешегі Шыңғысханның тұқымы, мына бізді 300 жыл табанға басып отырған. Олар өмір сүруге қақысы жоқ деген.